Biz негізі көлікке әбден жаман үйреніп болдық қой. Қадам жерге көлікпен барамыз. Жұмысқа да көлікпен барып келеміз. Магазинге екі бастан той мерекеге ол міндетті түрде көлікпен барамыз. Жаяу жүру ұмытып бара жатырмыз ғой. Еріншек болдық па, көлік бұзылып қалған жағдайда такси шақырып таксимен барып келеміз. Негізі мен өзім көп жаяу жүруге тырысамын. Күніге бір жарты сағат, бір сағатымды жаяу жүруге уақытымды бөлем. Бүгін осы көшеден жүрсем, келесі күні арғы көшеден жүрем. Бір ойың тазарып, бір жеңілдеп қаласың. Бір рахаттанып қаласың. Жаяу жүрген пайдасын мен айтпасам да білесіңдер ма? Сол үшін жаяу жүріп тұрайық бір жарты сағат, бір 10 минут, 15 минут болса да, қаланың ішінде болсақ, 2-3 тонда бір айналып келсек те, денсаулыққа пайдалы. Денсаулығыңды өзің ойламасаң, өзің күтім жасамасаң, сенің денсаулығың ешкімге де керек емес.